Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біздің таланттыбы студиясында қонақта Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, түрік әлеміне танымал ақын, Физули сыйлығының иегері, ғұлама ғалым Мекемтас Мырзахметұлы екінші Мағжан деп айдар таққан Құрал Көмек ағамен қоғамдағы маңызды мәселелердің бірі тәрбие туралы әңгімелеспекпіз. Құрал аға, студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Қонақ етіп шақырғандарыңызға, Құда қаласа, осы сіз қазір меңзеп отырған тақырып бойынша бір жақсы әңгіме болатын шығар деп ойлаймын. Қазақта тәрбие тал бесіктен басталады деген сөз бар. Осы сөздің мәнін қалай түсіндіресіз? Рахмет. Жалпы бұл тәрбие мәселесі болған кезде біз өзіміздің ұлттық руханиятымыздан тереңнен сусындауымыз керек. Тереңнен алуымыз керек. Мысалы, үлкен дарақ, жайқалып тұрған тарақтың тамыры тереңде болады. Ал енді кішкентай гүлдердің, әшейін былай гаршақта тұрған гүлдердің тамыры кішкентай ақ болады. Кішкентай ғана тамырларды ауыстыру оңай. Ал енді үлкен тамырларды оны өте қиын алу. Біздің тамырымыз, сіз айтып отқан тәрбие мәселесі біздің сонау ата-бабаларымыздың көне дәуірге, көне замандарға кетеді. Біз содан міне сұрыпталып, ғасырлардың небір толқындарынан, қиындықтарынан, қатыгездіктерінен өтіп, бүгінге келдік, тәуелсіздікке келдік. Ал енді тәуелсіздік дегеннің өзі не? Егер біз тәрбие мәселесін тәуелсіздіктен бөліп айтатын болсақ, онда біз дұрыс бағытта кетпейміз. Біздің тәрбие мәселесіміз тәуелсіздікпен біте қайнасып кеткен. Біз Кеңестер одағының қарамағында болдық, былайша айтқанда. Бізді тәрбиелеген Кеңестер одағының тарихы, Кеңестер одағының тілі, Кеңестер одағының бұйрықтары, солардың әуселесіне қарап отырып біз өстік. Сөйтсек, тәуелсіздік алғаннан кейін біз басқаша көзқараста қарауға болады екен. Ол өзіміздің ұлттық тамырдан нәр алуымыз керек екен. Міне сіздің қозғап отырған нәрсеңізді мен осылай әкелсем, меніңше сәл түсіндірек болады. Енді тал бесік, қазір методика көп. Бұлай тәрбиелейік, біресе ана шығысты, біресе батысты үлгі қыламыз, біресе мынаны үлгі. Жоқ. Тәрбие мәселесінде үлгі болатын тек қана оның өзінің ұлты, оның бабалары, оның тарихи тұлғалары, солардың асыл қасиеттерін біз бойымызға сіңіре алсақ, санамызға сіңіре алсақ, сонда ғана бұл ұлттық тәрбие, ұлттық құндылықтар, отбасылық құндылықтар болады. Сен жалаң сөзбен ғана бұлай тәрбиелейік, ана методикамен тәрбиелейік, біздің қазақтың даналары, қариялары, бабаларымыз сол методикасыз-ақ тәрбиеледі ғой. Небір ғұламалар шықты, небір ғалымдар шығып жатыр, небір атақты адамдар шығып жатыр, батырлар, шешендер, ақындар. Олар ешқандай институт бітірген жоқ па? Олар сол отбасындағы тал бесіктен бастады. Неден тал бесік? Сонда біздің бабаларымыз бесік жырынан бастайды. Кішкентай бөпені не дейді? Бесік жырмен өсіреміз, Міне, сонда ұйықтап жатқан бөбектің құлағына уызбен, анасының уызымен құлағына не енеді екен? Бесік жыры. Бесік жыры керемет. Біз қазір бесік жырын көп жерде айтпай жүрміз. Біздің айтатынымызға жеңіл әндер, жеңіл бір сондай бір музыкалармен қойып баланы тәрбиелеп жатырмыз. Бұл өте дұрыс емес. Бұдан біз адасамыз. Біз бесік жырмен өсіруіміз керек. Сонда ғана біздің ұрпақ келешекте өзінің уыз тілімен, сүт тілімен, және бесік жырымен, ауыз әдебиетімен, фольклорымен, тарихымен, руханиятымен, үлкеннің, кішінің ізеттігімен өсетін болса, ол мықты ұрпақ болады. Сонда ғана бұны тал бесіктен деген сөз осыған кеп тіреледі. Бесік жырынан басталады. Сол бесік жырдың ішінде көп нәрсе бар. Оны ойдан да құрастыруға болады. Аталарымыз, мысалы бесікті тербеп отырып, есімізде біздің аталарымыз, апаларымыз айтатын еді,
айналайын баладан, тауып алдым даладан, далада бала жата ма, түсіп қапты шанадан дейді, ары қарай жалғастырып кете береді. Қандай әдемі. Иә. Ал енді осының барлығын қазір сіздер енді мынау әлеуметтік желіде көтеріп жатсыздар. Мен ойлаймын, біздің тыңдаушылардың барлығы осы талғаммен қарап, осының ішінен бір жақсы дүниелерді табатын болса, сіздің де біздің де еңбегіміз құр кетпеген деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Өмір жолыңызға қарасақ, 30 жыл саналы ғұмырыңызды сапалы білім беруге арнапсыз. Шығармашылығыңызда да ұлттық тәлім тәрбие мәселесіне көп көңіл бөліпсіз. Айтыңызшы, қазіргі кезде бала тәрбиесінде қандай қиындықтар бар деп ойлайсыз? Бала тәрбиесінің қиындықтарын біз өзіміз қолдан жасап жатырмыз. Бала тәрбиесінде ешқандай қиындық жоқ. Біз қазір уағыз айту арқылы, әшейін жалаң сөзбен тәрбиелейін деп жатырмыз. Жоқ, олай болмайды. Баланы үлгі көрсету керек. Мысалы, отбасында әкесі үлгі, шешесі үлгі болады. Егер атасы, апасы болса, әжесі болса, олар да үлгі болады. Қазақ баласын үш-ақ сөзбен тәрбиелеген. Жаттап алыңдар. Ұят болады, обал болады, сауап болады. Болды. Мысалы, бір жаман тірлік жасап жатыр ма, балам, ұят болады. Бір нашар тірлік жасап жатыр ма, жоқ, жақсы тірлік жасап жатыр ма, ой, мынауың сауап болады, жақсы тірлік. Үш-ақ сөз болды. Ал біз болса қазір небір жаңағы музыкалар тауып аламыз, анау әлеуметтік желіден. Машинетті қойып қоямыз да өзіміз рахаттанып отырамыз. Жоқ. Дұрыс, сен сол сағат әдемі өткіздің Маша Медведьпен. Бірақ 30 жылдан кейін, 40 жылдан кейін сен ол баладан не күтесің? Ол қазақтың келешегін ойлайтын азамат бола ма, болмай ма ол? Жоқ, Маша Медведьтің көлеңкесін тығып кете ма? Әңгіме осы жерде. Біз өзіміздің, мысалы біз өзіміз халық ауыз әдебиетінен нәрленіп, содан нәр алдық. Апамыздың өзі, атамыздың өзі кешке қой бағып келген соң біз майшамның жарығымен ап батырлар эпостарын оқытатын еді бізге. Қобыландыны, Алпамысты, Ер Тарғынды, Қыз Жібекті, барлық эпостарды бізге оқытатын еді. Біз соны мәнерлеп оқитын едік. Жай оқымаймыз, мәнерлеп оқимыз. Ал соның ішіндегі эпостардың көбісін менің апам жатқа білетін еді, әжеміз. Жатқа біледі. Қазір біз төрт сөйлемді жаттау үшін тренировка жасаймыз. Яғни жаттай алмаймыз ананы. О кісілер мал бағып жүріп, егін сағып жүріп, жұмыс істеп жүріп, көшіп қонып жүріп, эпостың бәрін қалай жаттады? Яғни біздің генімізде, біздің тегімізде сондай асыл қасиет бар. Біз сол қасиетті ұрпаққа беруіміз керек, әсіресе тәрбие мәселесінде. Сонда ғана бір тұтас қазір айтып жүрміз, бір тұтас тәрбие деп. Сол бір тұтас тәрбие, сонау тал бесіктен басталып, есейгенге, еңбек еткеннің бәрін қамту керек. Ол үшін мына жапондардан үлгі алсақ болады, 4-ші класқа шейін олар сабақ оқымайды, пәндерді оқытылмайды, тек қана салт дәстүрі ғана оқылады. Қалай амандасу керек, қалай жүру керек, қалай отыру керек, қалай тамақ ішу керек, нені тыңдау керек, нені оқу керек. Қараңыздар. Сонда 4-ші класқа шейін сонда ол салт дәстүрдің барлығын игеріп, өзінің халқының, дана халқының Кәусар бұлағынан рухани шөлін қандырған бала енді кез келген пәнді игере береді. Математика болсын, ағылшын болсын. Сол үшін жапондар неге күшті? Біз осыны ойлануымыз керек. Жапондар неге күшті? Себебі олардың нәр алған өзінің бұлағынан. Әр ағаш өзінің жерінде жақсы өседі. Мысалы, сіз жусанды апарып Арабияға апарсаңыз өспейді ол жусан. Ол өзінің тамырында, өзінің топырағында өседі. Сол сияқты біз де баланы тәрбиелеп жатқанда, қызды тәрбиелеп жатқанда өзіміздің ұлттық құндылықтарымызға сүйенуіміз керек. Жапондар сияқты. Құдайға шүкір, мен ойлаймын, енді құрғақ шөппен аузымызды сүртпей, бар ондай отбасылар көп. Сіздердің міндеттеріңіз, мен ойлаймын, соны насихаттау керек ол.
Анау жеңіл әндерді, жеңіл музыкаларды насихаттамай, осындай қазаққа керек дүниені насихаттау керек шығар деп ойлаймын. Рахмет, өте жақсы жауап болды. Қазір енді өзіңізге белгілі, қазір жаһандану дәуірі дейміз. Ғылым мен техника көз ілеспес жылдамдықпен дамып жатыр. Жалпы жасанды интеллекттің заманы болды. Осындай қоғамда ұлттық құндылығымызды, болмысымызды қалай сақтап қаламыз? Жасанды интеллекті жақсы жағы да бар, жағымсыз жағы да бар. Біз соның жақсы жағын алуымыз керек. Абай айтады, орыс білім жаңағы алыңдар дейді да, орыстың дейді, жақсы жағын алыңдар, зарарын алмаңдар дейді. Зарар деген сөз жаман қасиеттер. Сол сияқты біз жасанды интеллекттің жақсы жағын алуымыз керек те, зарарына бармауымыз керек, зарарын алмауымыз керек. Мысалы жасанды интеллект екен деп, мысалы оқушыларға шығарма берсек, шығарма жазатын. Әсем ол алады да жасанды интеллектке программа салады да жазып береді. Яғни ол жұмыс істеген жоқ қой, оның миы жұмыс істеген жоқ қой. Оның үшін оны жасанды интеллект оған жазып берді. Оны алады да әкеліп мұғалімге тапсырады. Мұғалім ала көреді де оған баға қояды. Кімге баға қойды сонда ол? Анау оқушы қайда қалды ол? Оның сана сезімі, дүние танымы, руханияты жоқ қой ол жерде. Оны біреу жасап берді оған. Яғни бұл неге еңбекке араласқан жоқ. Ол еңбек еткен жоқ. Ол жай ғана программаға салды, содан кейін оған жасап берді. Мен жасанды интеллект бойынша өзімнің басымнан өткен немді айтайын. Мына Бағдаршам деген менің кітабым. Осында балаға керек дүниенің барлығы бар. Осы кітапты жазарда көп қиындыққа ұшырадым. Сурет, әсіресе мынау енді баланың танымына көп суреттер керек болды. Суретшілерге барсақ, суретшілер аспандатып пәленбай ақша сұрайды. Сонан соң жасанды интеллектке жалындық. Жасанды интеллект ақшасы істеп берді. Бірақ енді оған өзіміз біраз еңбектенуге тура келді. Бірақ бір қиыны жасанды интеллектте біз жаһандануда айтып отқан. Біз жаһанданудан қалып бара жатыр екенбіз. Жұрттың бәрі жаһанданып қойған ғой. Біз енді жаһанданамыз деп жүрміз. Себеп, мен мысалы домбыраны салып берші деп жасанды интеллектке жалынамын. Сөйтсем жасанды интеллект не салып береді маған? Армияның дөтәрім ба, өзбектің дөтәрім, басқа бір елдің маған бір жаңағы олардағы аспаптарын жасап берді. Менің менталитетіме, менің қазақтың дүниетанымына келмейді. Киіз үй деп жаңағы программаға жалынсақ, домалақ басы 4 бұрышты бір нәрселерді жазып береді. Яғни біз жасанды интеллектте біз әлі жаһандануда қалып кеткенбіз. Біз осыны ендіруіміз керек. Көбірек ендіруіміз керек. Домбырамызды, ұлттық құндылықтарымыздың барлығын ендіріп қойсақ, ол кезде міне бізге де оңай болады, сіздерге де оңай болады. Міне сіздердің міндеттеріңіз, біз осы уақытқа шейін біздің бабаларымыз ауыз әдебиетін бізге әкелді ғой. Еш нәрсесіз бізге ауыз әдебиетін бізге жеткізді ғой. Фольклорды жеткізді, бәрін жеткізді. Ешқандай жасанды интеллектті пайдаланған жоқ. Олардың өзінің жаңағы тегінде бар, қанында бар асыл қасиеттермен бізге беріп отырды. Ал енді жасанды интеллектке келгенде біз соған сүйенуіміз керек меніңше. Осының ішіне ендіріп жасанды интеллектте. Біздің жас ұрпақтар іздегенде, домбыраны іздегенде, асықты іздегенде, көшпенділердің тарихын іздегенде, киіз үйді іздегенде, тағысын осында біздің болмысымызды бейнелейтін дүниелерді іздегенде бірден тауып алуымыз керек. Осындай кезде пайдалануымыз керек. Иә. Оның мысалы түр әлпетінің өзі, мысалы мен қазақтың баласы деп жасанды интеллектке жалынатын болсам, қазақтың баласы шықпайды ол жерден. Ол жерден орыстың баласы шығады, не Қытайдың баласы шығады. Яғни олар бізден алда кетіп бара жатыр ғой. Менің өзімнің жеке пікірім осындай. Жасанды интеллект па, дұрыс жасанды интеллект пайдалану керек. Ол жасанды интеллекті не үшін шығарды? Мысалы адамның санасы жетпейтін нәрсені сұрайды. Мысалы арифметикада біз миллиардты білеміз, триллионды білеміз, дециллионды білеміз, септиллионды білеміз. Ары қарай білмейміз ғой. Ары қарай жасанды интеллектті бассаңыз, ол оқымай сізге жазып береді барлығын. Сол сияқты шаман келмейтін нәрсені болғанда ғана
бір өзіңіздің жаңағы дүниетанымыңызға бір керек дүниелерді іздеп жатқанда жасанды интеллектті пайдалануға болады. Әр бұл енді уақытты жаңа өзіңіз айтыңыз, уақыт алтыннан қымбат. Осы уақытыңызды үнемдеуге де көмектеседі деп ойлаймын. Мысалы мен оны неге пайдаланбау керек? Мысалы мен өлең жазамын. Жасанды интеллектіге жаңағы жалынамын да оған программаға маған қыз туралы өлең жазып берші деймін. Ол бір секундта маған бірнеше вариант қыз туралы өлең жазып береді. Енді ана өлең жазбай жүрген адам, ақын емес адам, ананы өлең деп ойлайды. Сен жасанды интеллект, ал мен табиғи жолмен өскен адам, табиғи жолмен ақындық жүрген адам, ананың жасанды, табиғи емес екенін түсініп қоямын. Иә, дұрыс айтасыз. Содан кейін мен айтамын, ай, мынау дұрыс емес. Міне, осы кезде талғам рөл ойнайды. Талғам күшті болу керек бізде. Жасанды интеллектті қолдан, бірақ сенде талғам күшті болу керек. Мысалы, шығарма жаздырдыңыз ба? Ай, мынанікі дұрыс емес, менікі дұрыс. Мысалы, жасанды интеллектте біздің сөздік қорымыз дүние жүзінде жақсы орындарда. Мысалы, орыстың Толстойында сөздік қор 14 мың болатын болса, біздің Абайдың Мұхтар Әуезовтің Абай жолында 16 мың. Яғни біздің сөздік қорымыз олардан көп па? Көп. Соны жасанды интеллект соны пайдалана ма, мысалы? Көркем әдебиетті пайдалана ма? Мысалы, мен тек қана көркем әдебиетті айтып отырмын. Мен басқа физика, астрономия несін бәрін айтып отқан жоқпын. Ал жасанды интеллекттің жаңағы енді бір қауіпті нәрсесі, көп нәрсе жұмыссыздыққа алып келеді. Жұмыссыздыққа. Көп нәрседе солар жасаған соң жұмыс өзінен өзі қалып кетеді ғой. Мысалы, мен врачқа бару үшін не қыламын мен врачқа? Не қыламын барғанда? Мен өзі ауырымды мен жасанды интеллектті айтпаймын ба? Менің басым ауырып тұр. Неден екен? Мен көзім қышып жатыр. Неден екенін біліп беріңіз деймін. Ол сарт етіп маған айтады, мынау. Мен барамын да әттегеннен алдым. Мен дәрігерге не қыламын барып? Оның жұмысын жасанды интеллект жасап жатыр. Жаңа айтқаныңыздай суреттерді де, мысалы, суретшілердің дәуірі. Иә, бұл өте дұрыс айтасың. Мысалы, суретшілердің дәуірі. енді оларды мен не қылып жоқпын, бірақ оларда ол өлмейді, ол суретші қолдан кесті, ол бәрібір жасанды интеллектті көріп тұрмын, мына жасанды дегенді көріп тұр ғой. Ал енді анау қылқаламмен салған нәрсе ол табиғи. Табиғи мен жасандының арасында үлкен аспан мен жер де бар. Ал бірақ мен жасанды интеллектті пайдаланып айтып жатырмын, мен кітабымды шығардым. Дұрыс па? Суреттерін салдырып алдым жасанды интеллектке. Бірақ бұны қазір кішкентай бөбектер тез қабылдайды. Мысалы, ол қылқаламмен салу үшін оған уақыт кетеді. Сіз айтпақшы, қанша уақыт кетеді? Бір суретті салу үшін ол мүмкін 2 сағат, 3 сағат, немесе 1 күн, 2 күн кетеді. Ал енді жасанды интеллект сізге 2 минуттың ішінде, 1 минуттың ішінде салып берді. Сонда біз уақытты үнемдедік, әрі мынаның сапасын арттырдық, кітаптың сапасына. Мен осы жерде тағы да айтамын, тағы қайталап айтамын, талғам деген тұру керек, талғам. Сіз талдаңыз, талғам қай жақта күшті. Дұрыс, жасанды интеллектті пайдаланыңыз, тезірек істеуге, тезірек. Бірақ бір қауіптісі, мен ғалымдардың несін оқып жатырмын, тез қабылдаған ақпарат, тез қабылдаған информация тез өшеді. Түсініңіз ба? Мысалы, сіз бір білімді алғыңыз келді, арифметикадан ба, физикадан бір ақпарат алдыңыз, білдіңіз де қоя салдыңыз болды. Мына жерде жазылған жоқ қой. Ол мына жерге жазылу керек қой. Мен мысалы физиканы оқығанда, Ньютонды оқығанда, мен оны қайта оқимын, қайта формуласын жазамын. Дұрыс па? Сол кезде ол мына жерде қалады. Мынау мидағы мегабайт, енді сіздерде көбірек шығар, қазір біздің мегабайт сәл аздау, сіздерде көбірек. Сондықтан да сіздерге, жастарға ұсыныс, бірінші сананың сүзгісінен өткізіп алу керек. Сананың сүзгісінен өткізіп алып, оны жаңағы ұқыптап, жинақтап, архивке сақтап қойсаңыз, кез келген уақытта пайдалана бересіз. Ал енді мынау тәрбиедегі ұлттық рух деген мәселе бар. Біз көбінесе білеміз, мектептерде математика бар, физика бар, тағысын астрономия бар, дене шынықтыру, музыка пәндері. Ал соның қайсысы тәрбиедегі ұлттық рухты көтереді? Қайсысы сонымен айналысу керек? Мені мазалап жүрген осы сұрақ. Тәрбиедегі біз осы туралы үлкен мен ғылыми конференция өткіздім Шымкент қаласында тәрбиедегі. Көптеген мұғалімдер пікір жазды.
Көптеген ата-аналар да пікір жазды, ақын жазушылар қатысты, ғалымдар қатысты. Сөйтіп біз тәрбиедегі ұлттық рухты көтеру мәселесін алға қойдық. Біздің қазіргі тәуелсіздік алға Қазақстан, меніңше ойлаймын, экономикамен байланысты, экономикамен қатар одан да биік болып ұлттық рух тұру керек. Сонда ұлттық рух күшті мемлекет, ол экономикасы да күшті болады. Оның тәрбиесі де күшті болады, сіздер көтеріп отқан ұлттық рух болса. Ал енді рух не үшін керек? Рух бұл адамның бойындағы тіршілік сәулесі, мағыналы, маңызды тіршілік сәулесі. Ол жалындап тұрған намыс. Ол көңілдегі ақиқатты қалайтын мұрат. Егер сіздің ұлттық рухыңыз болмаса, намысыңыз болмаса, онда сіз тіліңізді де қорғай алмайсыз, еліңізді де қорғай алмайсыз, алға қойған мақсатқа жете алмайсыз. Сол үшін біздің кішкентай бөбектердің ең бірінші мәселе мен көтерген ұлттық рух. Не дейді қазақ? Балаңды ұлша тәрбиелесең ұл болады, жоқ құлша тәрбиелесең құл болады. Ол үшін біз балдарды құл емес, ұл қылып тәрбиелеуіміз керек. Өте дұрыс айтасыз, Қырау аға. Бүгінгі сүбелі сұхбатыңызға, келелі кеңестеріңізге алғыс білдірем. Сізге мықты денсаулық, шығармашылық, толағай табыстар тілейміз. Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен келесі кездескенше.